Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге жүзімнен компот жабатын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап тіркеле отырыңыздар. Ең алдымен банкаларымызды парлап аламыз. Суымызды қайнатып аламыз. Мен судың ішіне алмаларды кесіп салдым. Алманың да дәмі шығатын болады. Парланған банкаларымызды алып, енді оның ішіне жүзімдерді осылайша салып шығамыз. Құрметті көрермендер, мен каналымның дамуына үлестеріңізді қосып, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді жүзімдерімізді салып болғаннан кейін жаңағы алмаларды сүзіп алдым да суын құйып шықтым. Осылай әр банкаға құйып алып, қақпақтарын жауып қойдым. Енді жарты сағатқа қалдырып қойып қоямын. Осындай арнайы крышканың көмегімен ыдысымызға суымызды қайтадан құйып аламыз. Енді оны газға қойып қайнатамыз. Ол аралықта мен апельсиндерді бөліктерге бөліп алып, 3-4 кусоктан салып шықтым. Аздап мята қостым. Әр банкаға 1 стаканнан қант қостым. Енді компотымыз қайнап жатыр, көбігін алып, банкамызға қайтадан құямыз. Крышкасын жауып қоямыз. Енді осылай суын құйып алып, крышкасын жауып, банкамызды жабамыз. Біздің компотымыз дайын. Осылай түбінде қалған қантын ертіп жібереміз. Осылай араластырып, осылай төңкеріп қоямыз. Компотымыз дайын. Енді оны 2 күнге бетіне көрпе басып қойып қоямыз. Үй жағдайында жасасаңыздар болады. Өте керемет сусын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.